Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін осындай торт пісіреміз. Сковородкіде немесе мантаваркада парда пісіретін боламыз. Ең алдымен 3 жұмыртқаны ағынан сарысын ажыратып алу керек болады бізге. Жақсылап, содан соң 3 сарысына жұмыртқаның май, сүт және тұзды араластырып аламыз жақсылап венчиктің көмегімен. Содан соң күріш ұнын қосып қамырелеп қоямыз. Тез, оңай иленеді. Жұмыртқаның ағына 1 шай қасық 6% алма сірке суын қостым. Содан соң жақсылап миксерлейміз. Бұл торт бізге қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай көпіртеміз де қант ұнтағын 3-ке бөліп қосып араластырамыз. Осы көбігі тамбайтын болғанша араластырамыз. Достар, канал ұнаса, видеолар пайдалы болса, каналға жазылып, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей осылай қашан тамбайтын болғанша көпіртеміз. Және де 1 ас қасық көбікті қамырға қосып араластырып, содан соң оны көбікке үстіне құямыз. Жақсылап венчиктің көмегімен 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Достар, менде форма үлкен болды, 18 сантиметрлік. Сіздер лажы бар болса, үйлеріңізде болса, кішкентай форма қолданғандарыңыз жөн. Менде кішкентай форма болмады, сол үшін тортым ондай биік бола қоймады. Бірақ арасы үлпілдек әдем болып пісті. Осылай формаға құйып болған соң, пищевой пленкамен бетін жауып, оны тіс тазалағыш ағаштың көмегімен бетін пленканың тесіп қоямыз. Сол кезде сковородкеге немесе мантаваркаға суды қайнатып қою керек. Және астын өте пәс қылып 40 минутта пісіріп алдым. Мінекей тортым пісті, оны және де тексеріп көрдім арасын. Құрғақ болып шықты, тіс тазалағыш ағаш. Мұны суығанша қойып қойсаңыздар болады. Одан кейін кесесіздер. Тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Оны осылай жесеңіздер де дәмді, немесе сгущенка, немесе шоколадты ерітіп үстіне құйып жесеңіздер де болады. Осындай арасы үлпілдек әдемі болды. Видеоны соңына көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.